ерекше дастарханның көркін ашасын бір қойғаннан таусылатын өрілген бөректі бірге жасайтын боламыз. Ең алдымен отау фудтың осындай қатпарлы қамырын аламыз да дәл осылай ортасынан жартысын кесіп алып, дәл осы формада жақсылап 4 бөлікке етіп жайып аласыздар. Осылай жайып болғаннан кейін оқтаудың көмегімен осылай 4 бөлікке бөлесіздер, немесе одан да ұзын қылсаңыздар болады, өз қалауыңыз бойынша. Мен ішіне пияз және де картошка, ет қостым, дәміне қарай тұз, бұрыштар қостым. Сіздер қалағаныңызды қоссаңыздар болады. Осылай 4 бөлікке бөліп, салмасын салып, жақсылап өз қалауыңызша әдемілеп түйіп шығасыздар. Одан кейін противинге осылай жақсылап әдемілеп орналастырасыздар. Бетіне жұмыртқасын жағасыз, сосын бетіне күнжіт себесіздер. Печкаға 180 градуста 30 минутқа жібересіздер. Қараңыздар, видео әдемі көрінеді. Сіздер де дәл осылай қайталап жасасаңыздар енді керемет болады ғой. Отау фудтың қамырлары өте керемет. Қараңыздар, осылай қып-қызыл болып, әдемі болып пісіп шықты. Отау фудтың қатпарлы қамырынан жасадым. Сіздер де осылай жасап көрсеңіздер, үйдегілер тауысып жеп қояды. Отандық өнім отау фудтың қатпарлы қамыры және де Наполеонға арналған қамырлары өте көп. Сіздер алып осылай жасап көрсеңіздер болады. Қыздар, видеомды парақшама тіркеліп қолдап кетіңіз.